Ассаламуалейкум құрметті достар. Қазіргі таңда әлемдегі ең таралған аурулардың бірі ол артық салмақ пен ағзада мөлшерден тыс артық майдың басым болуы болып келеді. Солай кейбір адамдар 100 келі тұрсын 2, 3, 4, тіпті 5 центнерге дейін толып семіріп жатады. Мұндай жандар әлемдегі ең сеңіз адамдардың атағын алып, бізді таң қалдырып жатады. Бұл Ария Пермана атты бала көптеген жылдар бойы әлемдегі ең семіз бала деген атаққа ие болып келген. Бірақ осының бәрі оның денсаулығына сұмдық қатерлі болған соң, ол өзін қолға алып, керемет жетістіктерге жетті. Бүгін Q-Life арнасы сіздерге ең семіз баланың арықтағаны жайындағы ерекше оқиғаны көрсететін болады. Видеомыз басталмай жатып, бір ойын ойнап кетейік. Егер сіздің салмағыңыз 50 келіден асатын болса лайк, ал 50 келіге жетпейтін болса дизлайк басып кетіңіз. Көрермендеріміздің салмағын біліп отырайық. Әлемдегі ең семіз Ария Пермана есімді балақайдың шектен тыс толып кеткені соншалық, ол жүріп тұрудан қалған. Тек бірнеше апта бойы қаттан диета ұстап, түрлі дене жаттығуын жасаған соң аздап салмақ тастай бастады. Индонезиялық балақай небәрі 10 жаста, ал оның бұрынғы салмағы 200 келі 444 грамм болған. Алайда жаңа диета мен дұрыс күн тәртібінің арқасында ол бастапқыда 5 келіге жақын артық салмақтан айырылды. Балақай бүгінде диетолог мамандардың көмегіне жүгіну арқылы салауатты өмір салтын қатаң ұстанады. Түрлі тағамнан бас тартып, бір орында жаттығу жасауды үйренді. Осыдан кейін тұрақты түрде артық салмағынан айырыла бастаған. Бұрында Арияның үнемі қарны ашып жүрген екен. Ол күнделікті 5 уақыт күріш, балық, сиыр еті, көкөніс сорпасын жеген. Бір отырғанда 2 адамның үлесімен тамақтанған. Тіпті диета кезінде де артық мөлшерде жеп кететін кездері болған. Содан оның салмағы біресе түсіп, біресе қайтадан көтерілетін. Ата-анасы осыған орай арнайы диета бағдарламасын ойластырды. Тұтынатын тамағын мөлшерін азайтып, физикалық жаттығуларды көбейтті. Ол көп жүріп ойнаған сайын бойындағы майлар тері арқылы сыртқа шығады. Оның өмірі үшін қатты алаңдаған ата-анасы оған асқазанының бір бөлігін алып тастайтын отаны жасау керек деген шешім қабылдады. Бұл ортақ шешімнен кейін Арияға ота жасалады және небары бірнеше айдан соң бала 45 килограмм салмақта арылады. Физикалық тұрғыда енді көп тағам жей алмайтын бала диета ұстап, физикалық жаттығуларын да тастамайды. Осылайша Ария салмақ тастаудан керемет жетістіктерге жете бастайды. Ол осыдан 3 жыл бұрын мектепте оқып жүрген кезінде жүре алмай қалған екен. Осыдан кейін үйде жатып білім алып жүруден мүлдем қалған екен. Алайда дәл қазір ол мектепке өзі барып, тіпті өмір бойы арман еткен футбол мен бадминтонды ойнап жүр. Ария қандай қиындыққа душар болмасын, ата-анасы оның артық салмақтан арылып, жұрт қатарына қосылып кетуіне бірде-бір күмән келтірмепті. Баламыздың салмағы жылдам арта бастаған соң біз қатты уайымдадық. Бірақ дәл қазір дәрігерлердің оған көмектесіп жатқан үшін шексіз қуаныштымыз. Ол расымен де артық салмақтан арылып келеді. Біз оның өзге балалар секілді дені сау болып, жүзінде тек күлкі болғанын қалаймыз, дейді оның ата-анасы. Асқазанның бір бөлігін алып тастау отасынан қорыққан Арияның ата-анасы мен баланың өзі бүгін осы қадамдар жайында еш өкінбейді. Олар осы арықтау жолында тек бір минус бар дейді. Ол салбырап қалған артық тері. Бірақ тағы біраз арыған соң Арияға тағы да бір ота жасалатынын айтып отыр. Осы жолы асқазанға емес, артық теріні алып тастап, бәрін түзеу үшін екен. Кезінде қозғала алмай қалған бала қазір ел қатарлы мектепке барып, сыныптастарының қасында өзін еркін сезінеді. Көшеде еш қысылмай бос әрі еркін жүреді. Әрине бұл өзгеріс кез келген адамға тек салмақ тастау жағынан емес, жалпы денсаулықты қадағалап, дене шынықтырумен, спортпен айналысуға мотивацияны береді. Ал сізге бұл оқиға ұнаған болса, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз, себебі сіз осыдан да қызықты әрі ерекше видеоларымызбен сіздерді қуантып, таңғалдырып отыруға дайынбыз. Дәл қазір қызыл подписаться батырмасына басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыз. Қуанышта жүздескенше сау болыңыз.